Саламатсыздар ма? Мен 8-ші А сыныбы Бектұрхан Іңкар, номер 45-ші гимназиясының оқушысы. Сіздерге бүгін нейрохирургия туралы ақпарат беретін боламын. Нейрохирургия бұл жалпы өмір мен денсаулықты сақтайтын маңызды сала болып табылады. Нейрохирургия бұл медицина саласының ең күрделі және жауапты салаларының бірі. Ол ми, жұлын және жүйке жүйелерінің ауруларын хирургиялық түрмен емдейді. Нейрохирургия үшін бізде адамда ең жоғары білім мен техниканы жетіп меңгеру болады. Нейрохирургия мақсаты бұл өмірді сақтау, денсаулықты қалпына келтіру, өмір сапасын жақсарту. Нейрохирургия әртүрлі ауруларды емдейді. Мысалға, инсульт, ми ісіктері, жұлын жарақаттары, эпилепсия. Меня зовут Аптит Касар, я ученица 8 А класса, и сегодня я вам расскажу про нейрохирургию. В Казахстане нейрохирургов готовят ведущие университеты, такие как Казахстанский национальный медицинский университет имени Асфендиярова, медицинский университет Семей, медицинский университет Караганды и медицинский университет Астаны. На данный момент в Казахстане обучаются более 300 нейрохирургов, и они сконцентрированы в крупных городах, такие как Алматы, Астана и Шымкент. Сейчас на данный момент они работают так же, как и в государственных больницах, и так же, как и в частных клиниках. Они лечат самые разные заболевания, начиная от опухоли мозга, заканчивая от травм спинного мозга. Salary neurosurgeons in Kazakhstan expect to earn between $1,500 and $5,500 per month. It depends on their qualification, experience, and where they work. The highest scale of the salary is typically found in private clinics or in the more advanced roles in the hospital. In conclusion, neurosurgery is a dynamic and highly rewarding profession which both includes great career development and also some challenges. В заключение, нейрохирургия – это очень важная и нужная профессия в жизни человечества. Нейрохирургия бұл өте пайдалы сала. Ол адам өміріне өте зор үлес қосады. Biz neyroxirurgiyani tanglaymiz.